Сәлем достар, біздің тегін курсқа қош келдіңіздер. Алдағы 3 күнде сіздерді незабываемый, естен кетпейтін пайдалы ақпараттар, драйв, динамика күтуде. Осы тегін курста сіздерден не талап етіледі? Әрине, әр сабақты соңына дейін қарап, әрбір айтылған инсайттарды, әрбір айтылған материалдарды жазып, оны қолдану. Ол болмаса сізде ешқандай да пайда болмайды. Одан тек қана уақыт өткізу. Потом, әр сабақтан кейін кері байланыс беріп, реакция жіберіп, сол тегін чатымызда отырып, былай айтқан кезде бізге де әрі қарай творить етуге мотивация болса. Ал енді бізде не талап етіледі? 3 күн бойы сізге максимально мясо, сок ақпараттарды беру, және де әр сабағымызды жанымызды салып, качественно сіздерге былай айтқан кезде пайдалы ақпараттарды қысылмай, жадничать етпей беру талап етіледі. Бүгінгі сабақтың планы қандай? Бүгінгі сабақта біз контент-мейкер деген кім? Және оған рыноктың спросы қандай? Рынок сұрап жатқан контент-мейкер қалай болу керек, сол жайлы әңгімелесеміз. Басқан кезде рынок басқа нәрсені сұрау мүмкін, ал сіз басқа нәрсені ұсынуыңыз мүмкін. Ондай түсініспеушілік болмау үшін бүгінгі сабақты до конца қараңыз. Потом уже толковый специалист қалай болу керек? Сізді қалай тыңдай, клиенттер сізді қалай тыңдай, маман қалай боламыз? Оған байланысты құндылықтарды қалай қосамыз, сол жайлы әңгімелесеміз. Сіздер неге мені тыңдау керексіздер былай айтқан кезде? Кто я? Қарасаңыздар, Instagram сферасында, контент сферасында 5 жылдан бері жасап жүрмін, опытым бар. Біраз блогерлермен, Аида Серикова, Қайша Керей, Шалқар Қайратұлы деген сияқты ірі компанияларға, ірі блогерлермен жұмыс жасап, олардың да просмотрларын, олардың да проекттерін жасаған жайымыз бар. Және видеоларымыз, түсірген креатив рилстарымыз біраз клиенттерімізге просмотр алып келіп, оларға көбірек табыс табуына көмектесті. Мысалы, кейбір кейстарымызда компанияны минус 8 миллион қарыздан плюсқа шығарған деген сияқты, бір рилстан 5 миллион теңге тапқан сияқты рилстақ кейстарымыз бар. Контент-мейкер деген кім? Оның схемасы қандай? Бәріміз айтып жатыр ғой, енді ол не істейді? Қараңыздар достар, контент-мейкер бір компанияға кіріп, оның ішіндегі схемасы, идея создавать етіп, и оның реализациясына көмектесіп, и монтажын өткізу. Ол чисто на результат жұмыс істейтін адам. Ал енді дәл сол контент-мейкерге қандай қасиеттер керек? Ең біріншісі идейный болу. Сізде идея жоқ болса, идеяға кризис болса, ол жерде уже сіз былайша айтқан кезде профукать етіп қоюыңыз мүмкін. Екіншісі ол үлкен жауапкершілік. Сізге бір компания қарап отырады, сізге бір эксперт былайша айтқан кезде сеніп отырады. Ал сіз ол жерде дедлайндарға сай болмасаңыз, нахамство, немқұрайлы қарай берсеңіз, ол жерде ешқандай да нәтиже болмайды. Нәтиже дисциплинированный жерде болады. Сіз уже үшіншіден уже дисциплина болу керек. Регулярно идея шығару, регулярно идея ұсыну, регулярно оны түсіртіп монтажға жіберу. А дальше уже сіздің жауапкершілігіңізге қарай сізде табыс болады. Қараңыздар, достар, мына инсайтты айтқым келіп тұр да. Сіздің қаншалықты миллиондар табуыңыз, сіздің қаншалықты үлкен жауапкершілік, үлкен рискті өзіңіздің мойныңызға ала білгеніңізде. Сол кезде ақшада, нәтижеде болады. Ал енді спрос рынка. Сізде екі рынок бар. Біріншісі бұл компаниялар. Ол компанияларға продюсерлік орталықтар кіреді. Ол компанияға бір любой товар сататын компаниялар, массажер болсын, анау, любой товар сататын компаниялар. Екіншісі эксперттер. Ол психолог, ол білмеймін, тағы бір қандай психологтар, бір жеке продюсердің өзінің бір спростары болады. Ол рынок екеуге бөлінеді сізде пока что. Ал потом уже қазір сол рынок бұрынғыдан қарағанда өте басқаша өзгеріп жатыр. Бұрын қалай еді? Тек мобилографсың, и тек видеографсың, келесің, түсіресің, кетесің. Қазір вообще бөлек. Қазір сен сценариймен, өзіңнің ұсынысыңмен келмесең, саған уже жұмыс істеу қиын. Өйткені рынок соған уже келе жатыр. Былай айтқан кезде, мынандай бір өзімнің кейсімді айтып өтейін. Мен өзім рилс түсіретін кезде 15 немесе 30 рилсқа уже пакет аламыз. Біз онымен распаковка жасап болуымыз керек. Распаковканың ішінде өзінің бір оқиғаларын, барлығын білеміз. Бір белгілі бір сұрақтар болады, сол сұрақтарды қойып, жеке распаковка аламыз. И содан, исходя из этого, біз контентке идея аламыз. Егер распаковка болмаса, онымен жақын білмесеңіз, сіз контентті просто Pinterest'тен ала саласыз, и ол, скорее всего, өтпейді. И ол экспертке де, компанияға да ұнамайды. Так что, ең бірінші өз кейсіммен распаковканы алып алу керек. Екінші, сценарийдің өзінде біз былайша айтқанда триггерить ететін тақырыптарды қосуға тырысамыз.
И мәселе мынадай, экспертность и плюс трафик алып келетін контенттерге бөлінеді. Трафик алып келетін контент бізде дәл бір видео болды, келін құл емес деген сияқты сондай тақырыпта қозғап, ол кісіге жақсы просмотр алып келіп, подписчик санын өсірген болатынбыз. Ал ол предыстория распаковка личностиде шыққан. Типа мен осындай бала болғым келеді. Мен былай шыққан кезде, үйленген кезде келінім осындай болған қаламаймын. Менің келіншегім осындай тек қана бытовухада жүрген қаламаймын. Опа, стоп, здесь остановимся. Давай, былай айтайық, келін құл емес. Мен қарапайым адамдар сияқты болған қаламаймын. Мен осындай болған қалаймын деген сияқты сөздерді айтыңыз деп, біз уже тексттармен, как положено сценарийін жібергенбіз. И исходя, жақсы просмотр, жақсы комментарий, жаман да комментарий бар. Сондай уже ажиотаж тудыратын видеоларды да ұсынып береміз. Егер де бұл контент сферасында толковый специалист бола алсаңыздар, сізге клиент табудан ешқандай да қиындық тудырмайды. Ең маңыздысы да сол. Идейный болсаңыз, всегда жанып тұрсаңыз и жақсы результат беріп тұрсаңыз, сізде клиент тапшылығы мүлде болмайды. Контент-мейкердің маркетингке әсері де сол. Сіздің ең басты мақсатыңыз контент жасап, оған идея құрастырып, трафик алып келесіздер өзіңіздің жұмыс жасайтын жеріңізге. И сол трафикті дәлше өздері біледі не істейтін. Одан ақша жасай ма, оны жинап бір жерге тыға ма, өздері біледі. Сіздің мақсатыңыз әдемі целевой трафикті алып келу. И бұл жерде потолок деген нәрсе бар. Сіз если мобилограф, видеограф болсаңыз, сіздің күшіңізге қарап тұр, физикаңызға қарап тұр. Мысалға айына, аптасына 2 проект алу, 3 проект алсаңыз, күнде аптасына 3 проект ала берсеңіз, сізде не болады? Конечно же, выгорание. Сіз бараста отырып, жылайсыз бір жерге барып. Ал бұл контент-мейкинг сферасында потолок одан да выше. Не үшін выше? Потому что сіз дальше уже бизнес форматына өткеннен кейін, агентство форматына өткеннен кейін, команда құрастырып, бірнеше компанияға өз қызметіңізді ұсына аласыз. Контент-мейкинг өміріме келгеннен кейін, менің өмірім қалай өзгерді? Бұрын менде чисто задрот болып, бір орында отырып, монтаж істеп, съемкаға барып, и солай өмірім өзгере беретін, ауыса беретін, дәл солай, ертесіне де солай, арғы күнде солай. И клиент тапшылығымен қоса, ол да проблема, конечно, и ақша жетіспейтін всегда. И саған ақша жету үшін, сен көбірек съемкаға шығу керексің, ал это физически невозможно, вы это сами прекрасно понимаете. Ал контент-мейкерство келгеннен кейін сценарийға отыру, идея шығару, потом монтаж жасау, камерамен түсіру, оның арқылы үлкен чектерге өту арқылы бір съемканың өзінен де 500 мың, 700 мың, 300 мың төлеген кезде, это так возможно деген сияқты өз-өзіңе сұрақ қоя бастайсың. И дальше осы контенттің ішіне углубленно кіргің келе береді. Если басын ашып жақсы маман болып, нужный спец болып үйреніп алса, бұл контент 21 ғасырдың мұнайы, бәріне керек нәрсе. Бұл жақта ақша жатыр. Ал енді біз келесі сабақта, осы дәл ақша жатыр дедім ғой, келесі екінші урокта именно заработок бойынша сөйлесетін боламыз. Қандай неше түрлі заработок бар, контенттің ішінде қандай сфераларға кіріп ақша табуға болады. И клиент жасаудың, клиент іздеудің нақты қадамдарын екінші бесплатный урогымызда айтып береміз. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Бұл бірінші сабақтың соңы. Біз сіздермен қоштаспаймыз, тек қана кездескенше.